Саламатсыздар ма, құрметті YouTube көрермендері. Осы видеода біз осы гүлді тоқып үйренетін боламыз. Тоқылу жолын көрсететін болам. Қызыл жіп, ақ жіп және 2-де 5-ші размерлі крючокпен тоқитын боламын. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, маған подписка жасап кетіңіздер. Ең алдымен қызыл жіппен мына ортасын тоқып алатын боламыз. Ол үшін бірінші скользящий петля жасаймыз. Осы скользящий петляға міне сырғымалы сақина десек те болады қазақша. Мінекей. Осы сырғымалы сақинаның бойына 15 полустолбик тоқимыз. Ең бірінші 1-2 воздушный петля көтереміз. Бұл 2 воздушный петля бізде 1 столбик болып есептеледі. Енді 14 полустолбик тоқимыз, яғни жартылай баған 14-ін тоқимыз. Мінекей біреуін тоқтық. Мынамен 2 болды. 3 4 5 6 7 8 9 10. Так, міне накид жасаймыз и кольцоның ортасынан. Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 болды. 12. 13. 14. Және 15-ші полустолбик. Енді мына қысқа жібінен тартып, осы сақинаны жабамыз. Сақинаны жапқаннан кейін мына 2 қатарды көтерген 2 воздушный петляның ең үстіңгісінің ортасынан крючогымызды кіргізіп, жіпті шығарып, осы шығарған жіпті мына крючоктағы петлядан өткіземіз. Мінекей, осылайша біздің ортасындағы қызыл неміз дайын болды. Бұл қызыл жіпқа жетемес, енді қиып тастай берсек болады. Мінекей. Ортасын кішкен былай тартсаңыздар, ортасы жабылады. Келесі енді ақ жібімізбен осы шеңберіміздің кез келген жерінен бекітіп аламыз ақ жіпті. Мінекей. Бекітіп алғаннан кейін мына ұшын бірге қосып тоқып жібереміз, қысқа жағын. Енді 1 воздушный петля тоқып аламыз. Осы неден, жаңа кіргізген жерімізден тағы да 1 столбик без накида. Енді мына жердегі шеңбердің әр столбиктің үстінен бір-бірден столбик без накида тоқимыз. Яғни келесінен кіргіземіз. Мінекей. Екіншісі келесінен 3-ші столбик без накида. 4-шісі, 5-шісі, 6-шісі, 7-ші, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 және соңғысы 15. Мінекей, осылайша әр столбиктің үстінен бір столбик без накида тоқимыз. Енді мына жерден
кіргізіп осы қатарды біріктіреміз, яғни қатарды аяқтаймыз. Келесі енді мына күлтелерін тоқитын боламыз. Ол үшін біз ең бірінші 1, 2, 3, 4 воздушный петля аламыз. Накидтемізде міне осы жерден, осы воздушный петля басталған жерден қайтадан крючогымызды кіргіземіз. 2 накид аламыз. Міне алдымен 2 накид аламыз. Осы жерден қайтадан крючогымызды кіргізіп, бірінші 2-ін тоқимыз, келесі 2-ін тоқимыз, и соңғы 2-ін тоқимыз. Енді осыдан кейін 1, 2, 3 воздушный петля. Енді мына қараңыздар, 2 ұзын столбик пайда болды. Осы мына столбиктің бойына біздер тағы да 7 столбик с накидом, яғни бір накидпен, бір шалумен тоқитын боламыз. Мінекей 1, 2, 3, 4, 5, 6, соңғы 7-шісі. Бізде мана бірінші мына 3 воздушный петлямызбен, сонда барлығы бұл жерде 8 столбик, яғни шалулы баған болады. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Енді келесі міне біз мына жерден тоқыдық, бұл күлтені. Енді келесі мына алдын мына петлямыз бар, мына көзіміз. Осыдан столбик 5 накидамен, яғни шалусыз бағамен біріктіреміз. Енді әрі қарай келесі жапырақты тоқимыз. Тағы да 1, 2, 3, 4 воздушный петля, 2 накид. Міне қайтадан, міне осы жер бар ғой, жаңа бастаған жеріміз, қайтадан кіргіземіз крючогымызды. Осылайша 2 шалулы бағанымызды тоқимыз. Енді 1, 2, 3 өрім, яғни 3 воздушный петлямен бастап, енді тағы да 7 столбик, яғни шалулы баған тоқимыз. Манағы 3 воздушный петлямыз, 1 столбик, яғни бір баған болып есептеледі. 4-еу, 5-еу, 6-ау, 7-еу, 7-шісі, 7-ші, енді 8-шісі. Енді осыдан кейін міне мынаған тоқыдық. Енді келесіне, міне келесі көзге, яғни келесі петляға осылайша мінеке жапырағымызды бекітеміз. Осы енді келесі петлядан бекіткеннен дәл осы жерден енді 3-ші жапырағымызды бастаймыз. 4 воздушный петлямызды алдық, 2 накид, қайтадан осы жерден кіргіземіз де, осы 2 шалулы бағанымызды тоқимыз. Мінеке. Осыдан кейін 3 воздушный петля аламыз. Міне накидтемізде, міне ортасынан кіргізіп 7 столбик, яғни 7 бағанымызды тоқимыз. 3-еу, 4-еу, 5-еу, 6, 7, және соңғы 8. Мінекей. 1, 2, 3, 4, 8 баған болды. Енді келесіне, мінекей, келесіне осы жерден бұл жапырағымызды бекітеміз де, қайтадан осы жерден 4-ші жапырақты бастап тоқимыз. Осылайша шеңберді айналдыра 15 жапырақ тоқуымыз керек. Міне 15-ші күлтені тоқып болдым. Енді осы мына бірінші күлте басталған жерден крючогымызды кіргіземіз де, осылай соединительный петля жасаймыз. Енді мына жапырақ бар ғой, бірінші жапырақтың екінші мына тоқылмаған
бөлігі, иә, столбегі, соның бойымен жылжып біз төбеге қарай келеміз. Ол үшін міне ортасынан крючокты өткіземіз, иә. Міне келесінен өткіземіз. Так, міне ең соңғы үшіншісінен өткіземіз. Осылайша мінекей жоғарыға жылжып келдік. Енді 1, 2, 3 воздушный петля тоқимыз да. Енді жапырақтарды бір-біріне бекітеміз осы 3 воздушный петля арқылы. Міне мына екінші жапырақ бар ғой. Соны міне мына ортадан кіргіземіз де шығарып алып, осы соединительный петлямен осылай бір-біріне жапырақтарды бекітетін боламыз. Тағы да 1, 2, 3 воздушный петля. Келесі жапырағымыз міне, міне ортасынан күлтеміз, ортасынан кіргіземіз де осылайша бекітеміз. Тағы да 1, 2, 3 воздушный петля. Міне келесі жапырақшамыздың ортасынан алып, осылай артынан алып, осылай бекіте береміз жапырақшаларды бір-біріне 3 воздушный петлямен. 2, 3 дейміз де келесі жапырақшамыз. Арада жапырақша қалып қоймау керек. Артынан осылай тексеріп қарап отырасыздар, міне жапырақша қалмау керек. Келесі 1, 2, 3. Келесі жапырақша. Мінекей. 1, 2, 3 воздушный петля. Келесі жапырақша. 1, 2, 3 воздушный петля дейміз де. Енді келесі жапырақшаның. Осылайша барлық жапырақшаларды бір-біріне бекітіп шығамыз. 3 воздушный петлямен. 1, 2, 3 дейміз де. Енді келесі жапырақша бізде міне көрдіңіздер ғой, артынан жібереміз да, міне артынан алдыңғы күлтенің артынан осылайша бекітетін боламыз. 1, 2, 3 воздушный петля. Келесі жапырақша мынау мінекей. Міне. Енесі 1, 2, 3. Міне. Келесі жапырақша. 1, 2, 3. Келесі жапырақша. 1, 2, 3 воздушные петля. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ең бірінші неге келдік міне, ең бірінші күлтемізге келдік. Енді осының үстінен мына жер бар ғой, содан кіргіземіз де осылай соединительный петля жасаймыз. Артын бір тексеріп аламыз. Ешқандай жапырақ қалып қойған жоқ. Менде бәрі тоқылды жапырақшалардың. Енді жіпті қиямыз. Сосын мына жіпті осылайша байлап жібересіздер. Содан кейін болғаннан кейін осылай жапырақтарды орнына жөндеп қойып осылай мінекей. Осылайша біздің гүліміз дайын болды. Енді осындай әдемі гүлдеріміз дайын болды. Егер видео ұнаған болса, маған лайк басып, комментарий жазып, подписаться, яғни тіркеліп кетіңіздер менің каналыма. Алдағы уақытта тағы да видеолар салатын боламын.